Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәрет алудың біз біле бермейтін медициналық пайдасы туралы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. Қытай медицинасына сүйенсек, адамның бойында 700-ден астам биологиялық белсенді нүктелер бар екен. Ал бұл нүктелердің 66-сы өте жүкті әрі әсерлі нүктелер көрінеді. Ең қызығы, бұл нүктелердің 61-і мұсылмандардың дәрет алғанда жуатын дене аймақтарында орналасқан екен. Қалған 5 нүктесі аяқтың тобық пен тізенің арасындағы бөліктерінен орын алады. Демек, мұсылман баласы дәрет алғанда өте әсерлі 61 биологиялық белсенді нүктеге температуралық және физикалық әсер етумен қатар гидромассаж да жасайды екен. Ал аяқты тізеге дейін жуып дәрет алу сүннет. Егер олай жасайтын болса, тіпті барлық 66 өте белсенді нүктелерді басып өткен болады. Осылайша, күніне 5 уақыт намазға 5 рет дәрет алған адам кешенді массаж процедурасынан өткен болып есептеледі. Бұл массаждар адамның ішек құрылысына, асқазанына, зәр шығару жолдары мен қуыққа, жүйке жүйесінің реттелуіне, жүректің қалыпты соғуына, жыныстық қызметтерге, қалқанша бездеріне тізе берсек қаншама ағзаға да оң әсерін тигізеді екен. Оның үстіне салқын су теріміздегі рецепторларға да жақсы әсер етіп, бетке әжім түсуден сақтайды. Қарап отырсаңыз, дәрет алу арқылы сіз ғибадаттан бөлек денсаулығыңызға да ерекше күтім жасайды екенсіз. Ислам дінінің хикметі де міне осыдан. Дін әр уақытта ғылыммен сабақтасып жатқандығын осындай жайттардан аңғара аламыз. Ендеше, таңертең тұрғанда тек беті қолымызды жуып, тісімізді ғана ысып шықпай, толықтай дәрет алып шықсақ, сауабынан бөлек кешенді массажымызды бастаған, әрі гигиеналық талаптарды сақтаған боламыз. Себебі ислам тазалық діні, ал тазалық пайғамбарымыз айтпақшы иманнан. Ал енді дәреттің рухани жағына келер болсақ, пайғамбарымыз өзінің қасиетті хадисінде дәрет намаздың кілті, намаз жәннаттың кілті дейді. Ал жұмаққа кіру қай мұсылманның болсын басты арман мақсаты. Сондықтан да жұмақ есігін ашуға арналған алғашқы кілттің қандай болуы қажет екенін әр мұсылман білуі тиіс. Дәреттің осы дүниелік әрі ақыреттік пайдалары көп. 4 шадиярдың бірі, пайғамбарымыздың сахабасы, әрі күйеу баласы Хазірет Осман былай дейді: пайғамбарымызбен бірге едік, дәрет алып жатқан бір кісіні көзі шалып, Алла елшісі сәл езу тартты. Мен мұның мәнісін білгім келіп, не үшін күлдіңіз құрметтім, дедім. Ол кісі маған қарап, жаратушы иемнің дәрет алатын құлына көрсететін ілтипатын ойлап езу тарттым. Дәрет алған кезде адам денесінің әр мүшесін жуған сайын, сол мүшелерден сумен бірге адамның күнәлары да сыздықтап ағып кетеді, деп жауап берген екен. Демек, дәрет тек кірдің ғана жуылуына емес, сонымен қатар күнәміздің жуылуына да себеп болатын бір ғибадат. Имам Ағзам Әбу Ханифа да дәрет алғанда адамдардың күнәсі қалайша саусақтарының арасынан ағып жуылып жатқанын көретін болған екен. Ендеше, дәреттің маңыздылығы шаш етектен екенін білдік. Тек ақыреттік қана емес, сонымен қатар дүниелік те пайдасы баршылық. Ендеше, дәрет алуды әдетке айналдырайық ағайын. Дәретпен жүрген адамның бойынан шайтан ұзақ жүреді, ал періште үйір келеді. Асты да дәретпен ішкен абзал, берекеті болады. Тіпті баланы емізгенде де, жыныстық қатынасқа түскенде де дәрет алу өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.